Ақтауда басына тиген оқ жарақатынан көз жұмған сарбаздың өліміне қатысты бас әскери прокуратурасы мәлімдеме жасады. Олар қасақана кісі өлтіру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеудің басталғанын хабарлады. Айтуларынша әскери бөлімдердің бірінің взвод командирі оймаша полигоны аумағында табельдік тапаншасынан қатардағы жауынгерге оқ атып, соңғысы қайтыс болған. Күдікті Ақтау қаласының уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Қазір қылмыстың себептері мен өзге де мән-жайлар анықталу үстінде. Ал Қорғаныс министрлігі іс бойынша арнайы комиссия құрды, министр өз бақылауына алған. Еске салайық, қатардағы сарбаз Маңғыстаудағы полигонда оқ жарақатын алды. Ол ауруханаға барар жолда тілге келместен көз жұмған. Ақтау гарнизонының баспасөз қызметінің мәліметінше, марқұм қару-жарақ қолдану ережесін сақтамай, соның салдарынан оқ жарақатын алған. Ал қаза тапқан мерзімді қызметтегі сарбаздың әкесі Қорғаныс министріне жан-жақты тергеу жүргізуді талап еткен видео үндеу жолдады. Единственного сына отправил в армию, получил труп. Ассаламу алейкум. Веду видеосъемку с автомобиля военного, еду в военный округ города Актау. Здесь случилось такое, что застрелили моего сына с пистолета в лицо. Теперь, как говорят, это был несчастный случай. Офицер игрался с пистолетом, и тот сам по себе якобы выстрелил. Я прошу министра обороны Республики Казахстан, министра Республики Казахстан, чтобы это дело так просто не сошло, что якобы это несчастный случай. Здесь нету несчастного случая. Просто по-своему я понимаю, чтобы пистолет стрельнул, во-первых, надо патрон дослать в патронник, снять с предохранителя и нажать на курок. Это было точно не игрушка и точно не играл этот офицер. На данный момент, говорят, его закрыли. Возможно, захотят замять дело. Я хочу, чтобы прям досконально все изучили. Сейчас поеду на следственный комитет города Актау, вот еду. И в дальнейшем поеду где сына хотят вскрытие проводить.